Қайырлы күн. Мен сіздермен оңай әрі жылдам тез жасалатын пельмендермен бөліскім келеді. Олай болса кеттік. Алдымен жылы суға аздап тұз салып, нан илеп аламыз. Нанымызды 10-15 минут бұқтырып қоямыз. Бұққанша етімізді дайындап аламыз. Менің фаршым дүкендікі болғандықтан, мен аздап қойдың майын қосамын. Қойдың майы сорпаға өте жақсы дәм береді. Сондай-ақ ол тұмауратқан жағдайда өте шипасы көп. Қойдың майын мен пиязды күштен өткізіп аламын. Енді дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, барлығын араластырамын. Осылай біздің етіміз дайын болды. Енді бұғып тұрған нанымызды алып, екіге бөліп, оны жақсылап жаямыз. Дайын болған нанымызға еттерді шетіне салып шығамыз. Енді нанымызды ораймыз. Жайлап жан-жағын басып, осындай қақпақпен барлығын басып шығамыз. Бұл қақпақ витаминдердің үйдегі кез келген өздеріңізге ыңғайлы қақпақпен істесеңіздер болады. Бұл өте оңай әрі жылдам. Енді артық нанды кесіп тастап, осылай жалғастырамыз. Нанымыз аяқталғанша. Біздің пельмендеріміз дайын болды. Енді осылай қайнатып пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай ешқандай пельмен жарылып кеткен жоқ. Өте дәмді болды. Астарыңыз дәмді болсын.